Қайырлы күн, қымбатты оқырмандар. Сіздермен бірге мен дәрігер Маратбековна. Қалдарыңыз қалай? Өзім жағдайымды айтатын болсам, соңғы видеода кішкене жөтеліп отырып едім, тамағым ісіп, арты бронхит болды, герпес шықты ерніме. Қазір нормально, шүкір, енді жазылу стадиясындамын. Бүгін мынадай қыз балалардың өміріндегі именно гинекологиялық денсаулық жағдайының маңызы жайлы айтқым келіп отыр. Себебі жақында ғана бір случай болды. Сол нәрсені, то есть естігеннен кейін жалпы қыз баланың жыныстық өмір жайлы білімдерін арттыру керек сияқты деген ой келіп жатыр. 15-16 жастағы қыз жігітпен кездеседі, аяғы ауыр болып қалады. Кейін оны ата-анасына айтуға қорқады. Тіпті жігітіне де айтпайды ол уақытта. Бір 18 жасқа толған құрбысы арқылы, білмеймін қайдан алып жүргенін, қайдан естігенін, аптекадан түсік тастайтын дәріні алып, тіпті оның атауын да білмейді. Таблеткаларды ішіп, қан кетеді ұзақ уақыт бойы, бас айналып, енді түсік тастау уақыты ұзаққа созылады. Бірақ ол жайлы ешкімге айтпайды екен. Себебі қорқады да мамасынан, папасынан. Ол осылай жасағанын дұрыс деп ойлайды ол қыз. Сонымен қатар біздің елімізде 18 жасқа толмаған қыз балалар, олар өздерінің ата-аналарымен ғана гинекологический УЗИ жасатуына, вообще приемның барлығына, медициналық приемның барлығына олар ата-анасымен бірге барады. Енді бұл қыз 15-16 жастағы қыз болып тұрғаннан кейін УЗИге де бара алмайды. Бұл жерде жүктілікті үзу туралы да оның білімі өте төмен да, вообще білмейді да ол туралы. Просто қорықты, барды аптекадан дәріні ішіп алды да, и бірнеше уақыт бойы қан кетіп жүрді. Одан кейін етек-кір циклында бұзылыс басталады. Етек-кір циклында бұзылыс басталады и білмейді ол. Енді оны қалай реттеуге болады деп гинекологтан консультация алмақшы болады. Бірақ мен айтам, жоқ, бере алмаймын. Ата-анасымен келсін, себебі бізде бұл кәмелет жасқа толмағандықтан қарастырылмаған. Оның ата-анасына түсіндіру керек. Себебі әрі қарай восстановление бар, біз білмейміз. Ол қыз қандай дәрі ішкенін де білмейміз. Тіпті түсік толығымен болды ма, ол туралы да білмейміз. Одан үлкен жауапкершілік жатыр бұл жерде. Ата-анасымен келсе, онда мен консультация жасай аламын. Енді осындай осы жерде түсік жайлы айта кеткім келеді. Жалпы выкидыш болсын, немесе дәрілік препараттармен аборт жасап жатады, өздігінен аптекадан сатып алғысы келеді. Негізі аптека рецептсіз бермеу керек та бұл дәрілерді. Қазіргі кезде барлығы стационарный, яғни больницада жасалынады. Тіпті таблетка ішіп тастайтын болса да, ол больницада жүргізілу керек. Себебі дәл осы түсік тастау барысында үлкен қан кетулер болып, ол адамның өміріне қауіп төндіруі мүмкін. Мұны көпшілігі біле бермейді. Сондықтан нежеланная беременность болса, дәріні ішіп жүктілікті үзе салғысы келеді. Ол дұрыс емес. Яғни бұлардың алдын алу үшін жүктіліктен сақтану керек та, контрацептив. Яғни контрацепцияның әдістері бар өзінің. Либо таблеткалар ішіп жүктіліктен қорғануға болады. Немесе барьерный метод, яғни ер адам презерватив кию арқылы жыныстық қатынасқа түсу. Немесе спираль салдыру, әйел адамдарға. Местно жағатын гельдер бар, мысалы, жүктіліктен сақтандыратын. Осы методтардың біреуін қайсысы қолайлы, соны таңдап қолдануға болады. Осы методикаларды білмегендіктен нежеланная беременность деген нәрсе орын алып жатады. И ол осы жүктілікті үзуге, жасырын түрде үзуге алып келеді. Бұл біріншіден Алла тағаланың беріп тұрған жатырға сыйлап тұрған өмірді үзу болып саналады. Екіншіден, әйел адам өзінің өміріне де қауіп төндіру болып саналады. Жүктілікті үзгеннен кейін міндетті түрде бір аптадан кейін УЗИ жасау керек. Жатыр ішінде ұрықтың белгілі бір бөліктері қалып қойған жоқ па деген сұраққа жауап табу керек. Егер де қалып қоятын болса, оны чистка жасайды, выскабливание жасап.
несімен қауіпті? Егер де ұрықтың белгілі бір бөліктері жатырдың ішінде қалып қоятын болса, ол одан әрі не істейді? Көбейе береді. Менде бір пациентка болды, білмейді өзі, жүктілік болған болмаған білмейді. Басында тест положительный болады, содан кейін қан кетеді. Содан кейін 4 ай келмей қалады менструация. Сосын ол кісі келеді, уже үлкейген, размер где-то 17-18 аптаға сәйкес маткасы ұлғайған. Сосын мен беременныймын, мен босанамын дейді, жасы 40-қа келіп қалған. Сонымен жарайды, онда алдымен сізге УЗИ жасау керек деймін. Дәл сол уақытта оған как раз кровянистое выделение келіп жатады. Сол үшін мен оны экстренный түрде больницаға направить етемін. Больницаға барған кезде ол кісіде пузырный занос деген нәрсе бар. Яғни 4 ай бұрын бала толығымен түспеген, белгілі бір бөлігі қалып қойған, ол одан қалып қойған бөлігі дальше дами берген, андай көпіршік тәрізді болып. Соны пузырный занос дейді. Дами берген, матканы солай үлкейткен. Бұның қауіптілігі неде? Ол онкологияға айналуы мүмкін. Онкологиялық ауруға айналуы мүмкін. Ол әйел ойлады, 4 ай бойы келмегенде мен жүкті екенмін деп. Мен жүктілігім одан әрі жалғасып жатыр екен деп. Сондықтан да осы жерде айтқым келеді, тіпті ересек әйелдерде, тіпті кәмелет жасына толмаған қыз балаларда жасырын түрде өзінің партнерларымен, яғни жігітпен кездесіп, осыдан кейін кездейсоқ жүктілікке ұшырап жатады да, осындай жүктілікті үзгісі келеді. Ол қауіпті. Осы жағынан қыз балалардың гинекологиялық білімін арттыру керек сияқты, ата-ана үнемі қыз баланы қадағалауда болу керек сияқты. Білмеймін, енді өзімде қыз өсіріп отырмын ғой, әзірге нақты мынандай переходной возрастқа келу, қалай сөйлесу керек деген нәрсе мен әлі басынан өткен жоқ. Бірақ каждый әйел адам қыз баланы дүниеге алып келгеннен бастап дәл сол нәрсеге, қыз баланың сауатын ашуға, қыз баланың тәннің, жанының таза болуына үлкен үлес қосу керек сияқты. Себебі егер де елімізде осындай жағдайлар орын ала беретін болса, онда ертеңгі күні дені сау ұрпақты дүниеге алып келетін әйел адамдар саны азаяды. Сонымен қатар қазіргі кезде бесплодие өте көп. Осы бесплодиеге де алып келеді орынсыз абортты жасай беру. Себебі жатырдың ішінде бала орнығады. Сол орныққан жері түсік тасталғаннан кейін уже әлсіздеу болады. Келесі жолы ұрық одан сәл төмен орналасатын болады. Мысалы, басында жатырдың жоғарғы бөлігіне орналасса, немесе ортаңғы бөлігіне орналасса, келесі жолы ұрықтанған клетка одан төменірек орналасады. Бұл деген сөз уже угроза болады деген сөз. И каждый жүктілік осылай қиындау өтуі мүмкін. Сондықтан да ең бірінші айтатыным, жүктілікті жоспарлаңыздар. Контрацепцияны қолдану керек методикаларын міндетті түрде консультация алыңыздар. Сізге именно қайсы жарайды. Керек емес, спиральді салсаң туалмай қалады екенсің. Дәріні ішсең семіріп кетеді екенсің. Спираль салсаң матқың қисайып кетеді екен. Немесе презерватив қолданса еркек адамды ауруға алып келеді екен деген сияқты әртүрлі версияларды ойлаудың керек жоқ. Одан да қауіпті нәрсе, ол сіз аяқ асты жүктілік болып қалып, бір жылда бірнеше рет жүктілікті үзу сіз үшін өте қауіпті. Лучше сіз безопасный вариант контрацепция түрін таңдаңыз. Егер де қыз балаларыңыз болса, ол кіммен сөйлеседі, қалай сөйлеседі, қай уақытта шығады, оларға қыздық перде деген не? Ол өмірде бір-ақ рет болады. Оны кез келген адаммен олай бола салуға болмайды деген сияқты ақпараттарды кеңінен беру керек, тарату керек. Қыз бала сіздің ата-анасына толығымен ашылып айта алатын болу керек. Егер де мама папасына осылай айта алмайтын болса, мысалы жаңа қыздың случайында ол айта алмай тұр, қорқып тұр, қатынаста болып қалған, және оның екіқабат болып қалғандығын айта алмай тұр да, сондықтан ол жаңағыдай әрекеттерге барып тұр. Плюс уже ол денсаулығын құртып алды. Әрі қарай да айтпай тұр, бірақ егер де осындай случай болса, керісінше одан әрі тексерту керек сияқты, УЗИге апару керек, чтоб ол қыздың өмірінде одан әрі тағы осындай жағдайлар болмас үшін.
Жалпы осы тақырып өте актуальный деп ойладым. Жаңағы қыз баланың 15-16 жастағы қыздың солай келіп тұрғанын көріп, прям жүрегім ауырып кетті мен. Сондықтан қыздарды әдемі етіп тәрбиелеу үшін ең бірінші Алла тағаладан сондай қыз баламыздың жүрегіне иман сұрау керек сияқты. Негізі бәрі Алла тағаладан сұрасақ болады ғой. Әрдайым ол өзінің қорғауына алып тұрса деп дұға етіп жүрсек, ата-ананың дұғасы қабыл болады. Ең бірінші біздің қолымыздан келетін нәрсе сол. Сондықтан барлықтарыңызды, гинекологиялық сауаттарыңызды үнемі жетілдіріп отыруға шақырамын. Сіздермен бірге болған мен дәрігер Маратбековна. Егер де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдырсаңыздар болады. Сіздер қалай қарайсыздар? Қандай ойларыңыз бар? Жас өспірімдердің, яғни осындай переходной возрастта жүрген, кәмелет жасқа толмаған қыз балалардың жүкті болып қалуының алдын алу үшін не істеу керек деп ойлайсыздар? Өз пікірлеріңізді комментарий қалдыра кетсеңіздер, ол да бір үлкен сіздердің үлестеріңіз болатын еді. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.